Наслойканы көріңіздер ме қыздар, қандай қатпарлы қаттама, иә? Осындай қаттама жасап үйренетін боламыз қыздар. Ақылы мастер-класстарда берілетін қаттаманы бүгін сіздермен тегін бөлісейін дедім. Видеоны көріп сақтап алыңыздар. Қаттамаға қажетті ингредиенттердің барлығын граммовкасымен описание қалдырамын. Мына жерде су, тұз қосып жатырмын. Бір штук жұмыртқаны жақсылап араластырып, тұзымыз ерігенше осылайна қолмен қозғап, дайындап қойған ұнымызды салып, әдемілеп, жұмсақ етіп қамырлейтін боламыз қыздар. Қамырымыз сүп-сүйкімді жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей осылайынан оны 15-20 минутке демалдыруға жібереміз. 15-20 минут демалған қамырымызды алып, бөліп, қаттамамызды дайындауға кірісетін боламыз қыздар. Мен жасаған граммовкамен 2 зуала шықты. 2 зуаладан мен 4 қаттама шығардым. Менікі кішкене үлкендеу болды. Егер сіздер жұқалау, кішілеу қаттама жасаймын десеңіздер, одан көп бөліктерге бөле бересіздер. Міне 2-ге бөліп алдым да, бірінші зуаламды мен жаюға кірісіп кеттім қыздар. Осылайынан жақсылап оқтайдың көмегімен жаясыздар. Идеальный болып жайылудың қажеті жоқ. Мен қамыр жая алмаймын дейтін қыздар бар. Жайылғаныңызша жая беріңіз, өйткені сіз май жағып орап тастайсыз. Мына жерде мен маргаринді ертіп жағып, үстінен жасыл пиязды турап сеуіп шықтым. Пиязды ұнатпайтын кісілер болса, пияз сеппесеңіздер де болады қыздар. Пиязды ұнататын кісілер осылайдан пияз сеуіп, оқтайдың көмегімен осылайдан орап шығасыздар. Ішінде оқтай болады, иә, ораудың. Обычно самсаныкіндей етіп орап тастамаңыздар. Мінекей, осылайдан пышақпен ортасынан бөліп шығамыз 2-ге. Бұл біздің қатпарларымыз. Енді осыны оқтайды алып тастаймыз да, және ортасынан 2-ге бөлеміз қыздар. Яғни 2 лента шығаратын боламыз. Осы жерде сіздер лентаны ортасынан бөліп жеріп 4 қаттама шығарсаңыздар болады, егер кішкентай қаттама керек болса. Мен бөлген жоқпын да, 2 қаттама шығардым. Жаймен осылайынан лентаны алып думалатып шығамыз қыздар. Мінекей осылайынан қиын ештеңесі жоқ. Лентаны тек думалатып жинап шығамыз. Мінекей соңындағы лентаның соңын астына қарай қайтарып жүрсеңіздер болғаны. Кішкене қолмен басып қойыңыздар, міне қатпары қыздар. Әдемі болып шығады. Тура мен осы сіздерге көрсеткен рецептпен жасасаңыздар, вообще дәмі де ерекше дәмді болып шығады. Мінекей дайын болды. Енді кішкене демалған соң осылайынан қолдың көмегімен кішкене езіп жібереміз де, оқтайдың көмегімен жайып аламыз. Қатты жұқа етіп тастамаңыздар, иә. Міне осындай етіп жайып дайындап аламыз. Қатпарларын қараңыздар, қандай әдемі. Тестаның өзі әдемі болып көрініп тұр, иә. Домашний жұмыртқамен қоссаңыздар, сап-сары болуы мүмкін, менікі қарапайым магазиндікі. Осылайынан жайып дайындап қоямыз да, енді обычный пакетке немесе пищевая пленкамен орап қойсаңыздар болады қыздар. Осылайынан дайындап морозильникке тастап қойсаңыздар, қонақ келгенде де немесе сорпа дайындасаңыздар, алдына қаттамамен үйдегілерге бересіздер. Ас болсын.